Намаз оқу маңызды емес, міндетті емес, пейілің ниетің түзу болса болды. Бір дұғаны оқысаң болды, бүкіл қарызынан құтыласың. Бір дұғаны стаканға да суға телміріп отырсаң болды, 5 бөлмелі үй құжатымен алдыңа түсе қалады. Сол дұғаның салдарынан соны оқып жүріп суицидке барған қаншама адамдар бар. Кімге сенерімізді білмейміз қазір. Адамдар шындықты естігісі келмейді. Адамдар өтірікті естігісі келеді. Адамдар алданғысы келеді. Айнұр Әбдірәсілқызы, студиямызға қош келдіңіз. Инстаграм парақшаңызда оқырмандарыңыз 1,5 миллионға жетіпті. Парақшаңызда көтеретін мәселелер өте күрделі. Ұлт мәселесі, дін, тіл, ұлттық құндылық, өте күрделі контент ұсынасыз. Соған қарамастан оқырмандарыңыз үйіп тұрып тыңдайды. Қалай ойлайсыз, біздің халық, біздің көрермен жеңіл-желпі әңгімеден шаршады ма? Тәуіп емес, басынан кешкен тәуіп деп қазақ бекер айтпайды. Қандай да бір мәселе туралы сұрақ болып жатса, мен үнемі айтамын. Сіздің мынадай мәселеге көзқарасыңыз қалай деп сұраса, немесе сіздің мынадай адамға көзқарасыңыз қалай деп сұраса, мен үнемі айтамын. Айнұр Әбдірәсілқызының көзқарасы маңызды емес. Сіздер оданда бұл нәрсеге қатысты ислам діні не дейді, қазақтың дәстүрлері не дейді, мәдениеттану ғылымы не дейді, медицина не дейді, халық емшілігі не дейді деп сұрақ қойғандарыңыз жөн деп. Сондықтан қандай сұрақ қойылса да, мен кемінде 4-5 қырынан жауап беремін. Медициналық тұрғыдан да жауап беремін, халықтық ем тұрғысынан да, жаңа айтылғандай діни тұрғыдан да, ұлттық дүниетаным тұрғысында жауап беремін. Сондықтан аудиторияны осы жақсы қызықтыратын болса керек, аудитория өзін-өзі саралайды, өзін-өзі көбейтеді, сондай бір үлкен үдеріс жүріп жатыр. Айнұр ханым, шайдан алып отырыңыз, ұлттық тағамнан дәм татыңыз. Біздің подкаст майын тамызып деп айтады. Тегін емес, осылай әдемілеп, әңгімелесіп отырып, сізбен өз тілдескен өзі бір ғанибет қой. Қалай ойлайсыз, Айнұр ханым, қазақ және дін егіз ұғым деуге бола ма? Діндердегі сенім негізі біреу. Барлық діндер о бастан бір құдайлық дінді насихаттаған. Бірақ әр қоғамға өзінің шариғаты берілген. Бір шариғатта бар ерекшеліктер, екінші бір шариғатта жоқ. Мүмкін сол ерекшелігін таныту мақсатында, мүмкін сол қауымға бейімделген мақсатта түрлі себептермен Хақ Тағала тарапынан түсірілген дін әртүрлі шариғаттар арқылы ұсынылған. Және сол шариғатты сол адамдар ұстанған. Бірақ Алла Тағала тарапынан жаңа пайғамбарлар келгенде, 124 мың пайғамбар, 33 мың сахаба деген сөз бекер айтылмайды ғой. Жаңа пайғамбарлар келгенде жаңа шариғат алып келген. Енді ең соңғы шариғат ақырдың пайғамбары, хақ пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның шариғаты, яғни ислам діні, исламның шариғаты. Сондықтан оның шариғаты басқа шариғаттардың күшін жойған болып саналады. Дегенмен басқаларда дінін тоқтата қойып, жаңа дінге өтіп кетіп жатқан жоқ қой. Сол бұрынғы өз діндерінде қалып оныстанып жатқандар бар, діні барлар бар, дінсіздер де бар, әртүрлі қауым бар. Қоғам қашанда гетерогенді, яғни әртекті болады. Сонымен діни тұрғыдан түсіндірсек, бұл солай. Ол кезеңдерде абыздар болған, жрецы деп айтамыз, абыздар болған, немесе бақсылар, түркілік сенім бойынша. Олар да өз деңгейінде жаратушымен байланысқан, олар да түрлі рухтармен байланысқа түскен, әртүрлі діни ғұрыптар, ритуалдар жасаған. Ал бәлкім ол ең ежелгі діндердің, шариғаты жойылған діндердің бұрынғы ескі шариғаттар болуы да мүмкін. Сондықтан адам болғалы дінмен бірге келе жатыр. Адам болғалы өйткені параллель әлем ысырылып қалған жоқ қой. Параллель әлем бұрыннан бірге жасасып келе жатыр. Олар бар ма? Олармен байланысқа түсу керек болады. Айнұр ханым, исламның парапсихологияға көзқарасы қандай? Кей оқырмандарымыз білмеуі мүмкін, парапсихолог дегеніміз ол елес сияқты тылсым құбылыстарды зерттейтін адам. Ғалымның парапсихологияға көңілі қалай ауды? Исламда ол ұғым жоқ, исламда бәрі ашық. Исламда жындар әлемі туралы толыққанды түсінік беріп қойылған, ол ап-ашық әлем. Онымен қалай қарым-қатынас жасау керектігі, немесе жасамау керектігі, тыйымдар барлығы көрсетіледі. Тура сол секілді періштелер әлемі туралы барлық түсінік бар, қалай не істеу керек, қандай жағдайда бәрі берілген. Рухтар, адам рухының әлемі туралы да, әруақтар әлемі туралы да барлық түсініктер беріп қойылған. Кейбір қызықты деректерге тоқталайық. Мысалы, ең төменгі деңгейдегі бір мәселені айтатын болсақ, әрбір эмоцияның өзіне тән қуаты бар екендігі ашылды, және ол аппараттар арқылы дәлелденді. Мысалға, ең қуаты жоғары эмоция махаббат эмоциясы. Ең қуаты төмен энергиялар қорқыныш, уайым, қайғы деген секілділер екен. Мен оны әдетте
қара құрдым деп айтамын. Эмоциялық жағынан қара құрдым, ол қара құрдым өзіне тартып әкетеді, ол қара құрдым адамды төмен нәрселерге жетелейді. Сондықтан бекер айтылмайды, адам эмоциясы неғұрлым төмен болса, уайымға қайғыға салына берсе, ол нашар күштерді күшейтеді деген бекер айтылмайды. Адам өзін өзі әлсіретіп алады, нашар күштерді өзі күшейтіп алады. Кирлиан аппараты деген ойлап табылды. Енді ғылым арқылы ойлап табылды, әрине. Фотоаппарат, кәдімгі фотоаппарат. Енді сол әртүрлі тылсым құбылыстарды түсіріп алатын болды. Бірінші кезекте өзінің зерттеу жұмыстарын жан аурулар клиникасына барып жүргізген. Сол жерде жаңағы енді былайша айтқанда түсінікті ғой, енді ақыл есінен адасқан адамдардың жататын жері. Сол жерлерде өте көп жағдайда біріншіден адамдардың жан жағында, тәннің жан жағында, кәдімгі біз аура деп ойлайтын жағында, екіншіден әртүрлі қуыстарда, бұрыштарда кәдімгі христиандар айта беретін мүйізді құйрықты мақұлықтар көп кездескен. Фотоға түсірілі тұр. Кәдімде фотодан түсіріліп тұр. Және сондай жерлерде жалп беріп қашып бара жатқан қара тәнді мақұлықтар, баяғы жалбыраған жүні бар қара тәнді мақұлықтар көп кездескен. Сол сияқты бұндай құбылыс тек ол аппаратқа ғана емес. Енді бір қызық нәрсе бар. Парапсихология деген ол тек қана бір емшілік айналасындағы дүние емес. Ол осындай үлкен әлем. Осы әлемнің бүкіл құбылыстарын түстеп тани білген адам. Одан соң соның ішінде әрине барлық жолмен жүрмейді, белгілі бір жолды ұстанады ғой. Белгілі бір емдеу жолын ұстанған адам сол толық мәнінде парапсихолог болады. Енді дем салу процесіне тоқталыңызшы. Бұл қарапайым ғана Алла тағаланың адамға бере салған қасиетті мәтіні, сакралды мәтін, Құран. Тура сол секілді егер басқа дін өкілдері, оларда да емдеу әдістері бар ғой, оларда өздеріне түскен сакралды мәтіндермен емдей береді, қасиетті мәтіндермен. Сол секілді енді бұл нәрсе неден басталды? Хақ пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның өзінен басталды. Дем салу дегенді ең алғаш жасаған пайғамбарымыз. Сосын бізде көпшілік руқия десе бір таңғажайып дүние дейді. Руқия деген ештеңе емес, руқия деген рақа етістігі ол сүф деп үрлеу деген сөз. Яғни руқия деген дем салу деген сөз. Енді Құран қандай ауруларға тікелей ем болады? Ол кәдімгі тіл көз, ырым дуа. Енді нала дегенде нәрсе бар, оны біз көп айтпаймыз, өйткені халық көп түсінбейді. Ырымдау дегенді халық көп түсінбейді. Жынның шарпуы. Жынның шарпуы осы тұрған негізгі 5 категория: тіл, көз, ырым, дуа, жынның шарпуы. Ең басты 5 категория, бұларды Құран толығымен емдейді. Ешқандай шәксіз, күмәнсіз емдейді. Ал бірақ, егер адамның бойында таза табиғи аурулар болса, оны Құран толығымен емдеп жазды деп ешкім айта алмайды. Жалпы біздің өзіміздің көзіміз жеткен нәрсе, Құранмен дем салу кезінде адамның қаны тазарады, адамның қанының сапасы артады. Айналайындар, ислам медицинаға қарсы емес, Құран мен медицинаға қарсы бір-біріне қайшы келіп қалады деген сөздер өтірік. Оны тек қана дүмше діндарлар айтады, дүмше емшілер айтады. Ешқашан бұл нәрсе бір-біріне қарсы келмейді. Дем салуға болмайтын ауру түрі деген жоқ. Сондықтан деміңді де салдыра бер, бірақ ешқашан медицинадан күдер үзбе дейміз. Соның ішінде әсіресе 3-ші сатыға өтіп кеткен, 4-ші сатыға өтіп кеткен онкологиялық аурулар, олар міндетті түрде дәрігердің бақылауында болуға тиіс. Намаз оқымайтын сүре мен дұға жаттап алған Қазақстан пайда болды деген едіңіз, бастысы ниет емес пе? Мысалға алдымен дұға жаттап, кейін намазға келсе, олай болмай ма? Солай болса ғанекей, мәселе ондай болмай тұр ғой. Мәселе сонда бұны үйреткен үйреткіштер және бұны жасап жатқан адамдардың өзінің барлығы. Намаз оқу міндетті емес, ниетім түзу болса болды емес пе деп қарайды. Яғни Құдайдың парызын жоққа шығарады. Намаз оқу міндетті емес, мен дұға оқып жатырмын ғой деп міндетсінеді. Енді мен бұндай кезде ең жеңіл түрмен түсіндіре саламын. Діндегі инструкция бойынша адам ең алдымен ғұсылды, дәретті, намазды болу керек. Қалғанның бәрі соның толықтырмасы. Содан кейін болады. Дұға дегенде бір қасиетті дүние туралы емес әңгіме. Адамның өзін Құдайдан тілек тілеп жүруі, ол бола береді. Ол күндіз-түні таңертең кешке шейін жасасаң жасай бер. Зікір айтам десең айта бер ертелі кеш. Басқа да әртүрлі бір қасиет дұғалар деген секілді, осы қасиет дұғаларда үлкен дау бар, оған қайтып келеміз. Қандай да бір дұғаларды оқимын десең оқи бер, бірақ оның ешқашан қабыл болмауы да мүмкін. Өйткені Алла тағаланың саған парыз етіп берілгені алдымен намаз еді. Сен өз инструкция бойынша жүріп жатқан жоқсың, сен өз білгеніңмен істеп отырсың. Бұл енді былай күпіршілік пиғыл тұрғысынан алғанда Құдайға, Алла тағалаға, Құдай, сен өзіңнің шариғатыңды жинап қой. Мен өзім білемін сенімен қалай қарым-қатынас жасайтынымды деп отырған секілді болады да. Бұл тәкаппарлыққа келеді, бұл күпірлікке алып келеді, бұл надандыққа да алып келеді, дүмшелікке де алып келеді. Мәселенің өзі содан басталып отыр ғой. Намаз оқу маңызды емес, міндетті емес, пейілің түзу, ниетің түзу болса болды. Құран оқысаң да жетеді, дұға оқысаң да жетеді деп отыр. Ал енді ана қасиетті дұға дегендердің ішінде жын байланған өте көптеген дұғалар болды. Соның салдарынан мысалға сондай бір адамдар алдымызға келді, сол дұғаны оқып қызына өзінше дем салып жүргенде
сол қызы пәленші қабаттан құрап 5-ші қабаттан құлап қайтыс болды. 4 жасар қыз. Ондай жағдай болды. Сол дұғаны өзі оқып жүрген адамның тап теп тегіс жерде құлап аяғын сындырып, кәдімгі жартылай мүгедекке жақындап қалған кезі болды. Сол дұғаның салдарынан соны оқып жүріп суицидке барған қаншама адамдар бар. Сондықтан қасиетті дұға деген басқа, жын байланған дұғалар сол кітаптардың ішіне өріп жүр. Ол үшін адамға діни таным керек. Мен сосын мына сөзді айтамын да біздің оқырманға: ағайындар-ау, сіздер тісіңіз ауырса, терапевтке ешқашан бармайсыз ғой, міндетті түрде стоматологқа барасыз. Ал сізге дін керек болса, неге діндардан сұрамайсыз? Неге имамнан сұрамайсыз? Неге мешітке бармайсыз? Неге сіз дін керек болса, психологтан, коучтан сұрайсыз? Ол діннің д деген әрпін білмейді ғой. Өзі білмейтін нәрсені сізге қайтып таңады. Сосын адамдарды әбден бойкүйіске, жалқаулыққа, жеңіл нәрсеге үйретіп жүргенде солар болды. Бір дұғаны оқысаң болды, бүкіл қарызынан құтыласың. Бір дұғаны стаканға да суға телміріп отырсаң болды, 5 бөлмелі үй құжатымен алдыңа түсе қалады деген секілді. Шын мәндегі өтіріктерді көп сіңірді. Халықтың психологиясын бұзды, психика бұзылды. Жеке шекара деген нәрсе қанша психиканы бұзды. Жаңағы өзіндік бағаны көтеру деген нәрсе өз жолымен жүрмегенден психиканы бұзды. Сондықтан осындай нәрсе көп, дерт көп. Әлеуметтік желі әлеуметті адастырып жатыр дейміз ғой. Интернетте байытамын, арықтатамын, бай тауып беремін. Иә, сөйтіп уәдесін үйіп төгетін жаңағы психолог, коучтар қаптады. Кімге сенерімізді білмейміз қазір. Халықтың өзі ананы мынаны шұқылап, өзі адасып кетті қазір. Сіздің пікіріңіз қандай? Солар керек па бізге, біздің қоғамға? Ауырдың үстімен, жеңілдің астымен жүргенді халық жақсы көреді. Ал олар да сендіріп тұрып айтады ғой, өтірікті шындай, шындық Құдай ұрғандай деген сияқты етіп айтады. Сондықтан оған халық сенеді. Бұл да енді турасын айта салайық, білімсіздіктің көрінісі. Жұмсақ айтқанда білімсіздіктің, қатты айтқанда надандықтың белгісі. Өзін өзі алдағысы келеді адамдар. Сосын менің қатты байқағаным, адамдар шындықты естігісі келмейді. Адамдар өтірікті естігісі келеді. Адамдар алданғысы келеді. Өзін де алдағысы келеді, жұртты да алдағысы келеді. Бәрі тамаша, мен бақыттым деп жүрегі жылап тұрса сөйтетіндер бар. Сосын мен неше жыл бойы айттым адамдарға, әлі де айтып келемін. Алдымызға жылап еңіреп адамдар келеді. Жолдасы енді жеңіл жүрісті, ішетін, ұратын, соғатын, шегетін деген секілді. Ал анау инста парақшасына қарасаңыз, ең бақытты әйел деп өтірік жазып қояды. Айналайын-ау деймін, кімді алдайсың сен? Ананы көрген сайын сенің миыңда саботаж мозга дейді, миыңда көтеріліс болып жатыр ғой, жүрегің қан жылап тұр ғой. Айналайын, өтірікті айтпай, шындықты айтсайшы, сенің де жеткен жетістігің бар ғой. Сен тамаша аспаз шығарсың, бармағынан бал тамған аспаз шығарсың, немесе сен кереметтігінші шығарсың, соны-ақ жаза берсейші. Сен тамаша ана шығарсың, бақытты жар болмасаң да дегенде ғой. Сондықтан ең болмаса осындай нәрселерді адамдар ойлану керек қой. Қарапайым нәрседе адам өздерінің сақтық шараларын жасау керек қой. Намаз оқуға бел будым, сосын келесі қадам орамалға келем. Одан қоғамнан оқшауланам, сосын харам деп көп игіліктен бас тартам. Былай ғой, олар дінді қалай қабылдады осы жерде, тура осы жерде. Ол дұрыс жолға түсуі де мүмкін, тура сол жерден адасуы да мүмкін. Егер олар дін дегенді тек қана тұмшалану, қоғамнан қол үзу, отбасы ошаққасын отырып, бір қолында Құран, бір қолында құман көміліп қалу деп есептесе, онда әрине ол адасқан пікір. Егер ол дін дегенді діннің кең категориясымен түсінсе, дін дегеніміз дін мәдениет, дін өнер, дін әдебиет, дін дәстүр, дін тарих, дін руханияттың көзі, руханияттың тірегі, дін дегеніміз қарым-қатынас әдебі, өмір сүру өнері, мәнері деп түсінсе, онда олар өркендер еді, дінмен гүлденер еді. Келесі сұрағыма ренжіп қалмаңызшы, қоймасқа болмайды. Сіздің осы образыңыз харам емес пе? Өйткені өте сымбатты отырсыз, бұрымыңыз ашық, тастар жылтырлап ер адамды еліктіруі мүмкін. Тастар жылтырап ер адамды еліктірмейді. Тастар келсінше тіл, көз деген нәрсені алып кетеді. Ол мүлде басқа нәрсе. Жалпы былай ғой, буыршын көзін сүзбесе, жаңағы бүлдіршін көзін сүзбесе, буыршын бұйдасын үзбейді дейді қазақ. Ол сондай нәрсе. Адамның ешқандай да ол жарқырап жүрген тұрғанына басқасына қатысты дүние емес ол нәрсе. Нәпсі дүниесі адамның сыртқы көрінісіне мүлде қатысты емес. Мен неше жыл бойы айтып келе жатырмын, тағы да айтам. Мысалға, мен сізге бір қызық нәрсе айтайыншы осы жерде. Бір күні былай болды. Біз мешіттің ішінде, Әзірет Сұлтан мешітінің ішінде бұдан 10 жыл бұрын сол кіре берісте оң қол жақта конференция зал бар. Ол жерде зайырлыққа қатысты шара өткізіп жатырмыз. Ол жерде мен мемлекеттік органның өкілі ретінде тұрмын. Ресми дресс-кодпен тұрмын. Дресс-код деген түсінікті, костюм, юбка, тағы басқа деген секілді. Одан соң тура соның фойесінде менен сұхбат алып жатыр. Журналистер келіп сұхбат алып жатыр. Сөйтсе бір жігіт маған қарап өтіп, жаңағы селдір сақалы бар қысқа балақты көрініп тұр. Былай шығып болып тұр. Содан соң қарап тұрғаннан соң мен де қарадым ғой. Кешіріңіз дедім. Сіз мешітте орамал тағуды ойламадыңыз ба деді. Мен оған бірден айттым, суырып салып айттым. Кешірерсіз дедім, сіз мені қалай көріп қойдыңыз дедім. Сіз мен үшін келген жоқсыз ғой. Сіз мешітке келдіңіз ғой. Сіз Құдай деп келдіңіз ғой. Сіз неге намахрамға көз салып тұрсыз дедім.
жалт бұрылта тұра қашты. Айнұр ханым, бүгінгі әдемі сұхбатыңыз үшін рахмет. Бұйырса осы студияда әлі талай мәрте кездесеміз, себебі сіздің қазаққа айтарыңыз, береріңіз өте көп. Аман болыңыз. Рахмет. Құрметті көрермен, бүгінгі сұхбат ұнаса, сізден кері байланыс күтеміз. Пікір жазыңыздар. Ел аман, жұрт тыныш, ең бастысы иманымыз мықты болсын.